Сәлем достар, бүгін біз осындай өте дәмді болып шығатын, әрі жұп-жұмсақ болып шығатын балалардың сүйікті тағамы мини пиццалар дайындайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қарап, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Алдымен ыдысымызға жылы суды құйып, үстінен дұрыс салып, жақсылап араластырамыз және де 5 минутқа қойып қоямыз. Одан кейін тұзды, қант және де қаймақ салып, аздап сұйық май құйып араластырамыз. Сұйық майдың орнына зәйтүн майын құйсаңыз да болады. Мінекей араластырдық, енді үстінен електен өткізіп отырып ұнды салатын боламыз. Ұнды бірден салып жіберуге болмайды, аз-аздан салып отырамыз. Және де қолымызбен қамыр илейміз. Қамырымыз дайын, жарты сағатқа қойып қоямыз. Одан кейін қамыр көтерілгеннен кейін пиццаларды бөліктерге бөлетін боламыз. Ұнды сеуіп, осылай видеодағыдай бөліктерге бөлеміз. Менде 7 дана пицца шықты. Енді осылай дәл видеодағыдай пиццаларды дөңгелектеп шығамыз. Противенге пергамент қағазын төсеп дайындап қоямыз. Мінекей осылай видеодағыдай барлығын дөңгелектеп шығып противенге орналастырамыз. Және де противенге салған кезде араларын алшақтау қылу қажет. Өйткені көтерілгенде бір-біріне жабысып қалуы мүмкін. Енді бетін жауып 5-10 минутқа қойып қоямыз. Одан кейін үстінен осылай стаканның көмегімен басып отырамыз. Осылай стаканмен барлығын басып шығамыз. Және де қолымыздың көмегімен жан-жағына бортик жасайтын боламыз. Мінекей осы видеодағыдай жан-жағын жасап шығамыз. Және де жұмыртқаның сарысын жағамыз. Негізі бұл өз қалауыңызша, жақпасаңыз да болады. Осылай барлығына жұмыртқа жақтым. Енді үстінен соусты салып, начинкасын салатын боламыз. Мен начинкасына куриный рулет қолдандым. Сіздер кез келген начинка қолдансаңыздар болады. Аз-аздан осылай барлығын салып шығамыз. Және де мен осылай тәтті бұрыш қолдандым. Оның орнына қызанақ қолдансаңыз да болады. Енді жан-жағына күнжіт сеуіп, қызып тұрған пешке 170 градуста 20 минут көлемінде пісіріп аламыз. Мінекей пиццамыз дайын болды. Енді үстінен сырды салып шығамыз. Менде эмир деген сыр, осы сыр жақсы болып шығады. Енді пешке тағы да 5 минутқа жібереміз. Мінекей біздің пиццамыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады, әрі жұп-жұмсақ болып шығады. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін.